Бүгін мен сіздерге суретке жазуды көрсететін боламын. Ол үшін сіздер видеоны Screen Recorder деген приложение бар шығар. Соны жазасыздар X Recorder деп. Сосын осы шығады. Мен видеоны осымен түсірем. Енді ол суретке жазу үшін міне карандаштың суреті тұр. Изменить фото дейміз. Өзімізге мысалға бір сурет таңдаймыз да. Мен мысалға мынау сурет таңдадым. Текстті басамыз да. Загрузка боласын. Реклама шығып кетті. Міне текст деген басамыз. Мысалға жазам. Оның түсін өзгертем. Көрмей қалдым. Қызылға емес, аққа істеп керек. Жоқ, ақ болмайды. Көк болсын. Әлде оны істеп пішімдейсіздер. Мен мысалға мынандай қалын. Оны үлкейтесіздер. Үлкейтуге болады. Не істейсіздер? Галочканы басасыздар, тағы текст істейсіздер. Өйстіп жаза бересіздер. Сонда екі сурет шығады сіздерде. Міне. Сосын скриншот жасап, әлде сохранитті басып істеулеріңізге болады. Оны приложение жазып, оны тағы мегабайт құртып жүрудің қажеті жоқ. Немесе оны істеп галереяға кіріп жасауға болады. Как кірсем галереяға, міне бұл мысалға өзім каналымда совет тұрсын. Енді келіңіз. Печать. Қазір загрузка болсын. Жарайды, печать жасамады. Сондықтан оған қазір басқа сурет керек болып тұр. Мынадан көрейік. Міне, енді міне мысалға жазасыздар. Істеп жазуға болады. Бірақ бұлар шимай шығуы мүмкін. Жарайды, бірақ мынау Screen Recorder дегенмен оңай болады. Screen Recorder десе де шығады. X Recorder десе де шығады.
Бірақ осы X-рекордермен жасау оңай. Галереядан оны интернет ұстамай тістерді қатуы мүмкін. Сондықтан да скрин-рекордермен жасаңыздар. Сіздермен болған мен Нурик Про. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достар.